Сәби сөздің анасы, сәлембері көргендердің баласы. Әдеттіліктің әліппесі амандасу болса, ту көтеріп тұлпар мінген, саян құрып сынған ілген, күйін төгіп, әнін шырқап жүрген, арда қазақтың асылдарына, Алла тағаламыздың амандығы, саулығы болсын. Тойдың төресі болған сүннет той құтты болсын деп, қос қолды соғып қойсаңыздар, той құтты болсын деп, қош келдіңіздер демекпіз ағай. Бүгін керемет кеш баршаңызға белгілі, Баймынды шалқаймаған, тайғасаны ортаймаған, қолдасықтар әулетіндегі керемет той. Жақсының аты әлемнің қаты өлмейді десек, өмірден өткенмен арқада өшпес ізі қалған әлберген ақсақалдың шөбересі Ибрахим ат жалын тартып, азамат болып, үлкен қуаныш сыйлауда. Алай болса, шөбересінің шаттығында шаттанып, марқайып отырған алғашқы қошеметімізді Зүлфия әжемізге шөбере той құтты болсын деп, бір жақсыда қол соғып қойсаңыздар. Баламды туған баламның ыстығын білдім от шығар, жинап бір келсем қаламның ыстығы сондай-ақ боп шығар деп. Қазақ ақындары жырлағандай бүгін немере тойын өздеріңіздер бөлісіп, түбінде қуанышпен көрісіп отырған құрметті Әбдіжәлел атамызбенен Айгүл анамызға да немере тойы құтты болсын деп, тағы бір қошеметті құрметті соғып қойыңыздар. Ардақты пайғамбарымыздың хадисінде келген әлеуметтері үйленіңдер және көбейіңдер, мен сіздермен ақыретте көбейгендерді айтып аттанымды. Бүгін ардақты ағайын ербол мен баршаның үйленіп үй болғалы, өздері алғаш болып ақ дастарханын жайып, үлкен қуанышта өздеріңізді сыйлап отыр. Алай болса, ата-анасына құрмет жасап, бүгінгі атасының баласы Ибрахим жігітті атқа қондырып, той беріп жатқан ербол мен баршаға той боласын деп тағы бір қол соғып қойсаңыздар болмайды шығар. Жағалбайды еліндегі осынау керемет қуанышта бүгінгі кештің басты кейіпкерлерін шақырып бастасақ дейміз. Әрине, Ибрахим атасы мен әжесінің баласы. Қазақтың айтады, бала тапқандық емес, бала баққандығы. Алай басардақ тағайын Ибрахим немересімен қуанып, шаттанып жүрген құрметті Әбдіжәлел атасы менен Айгүл апасын Ибрахимді ортаға алып шығуын сұрап,